Сәлем достар, барлықтарыңызға өте оңай және де жұмсақ ауызда еритін үлпілдек кекстер жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керегі жарты пиала сары май, сүт, жарты пиала қант, ұнды осылай пиалаға толтырмай саламыз, 2 жұмыртқа және де қопсытқыш. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксермен қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Маған араластыруға 3 минуттай уақыт кетті. Осылай қантымыз еріп, көпіршіп өзінің көлемін ұлғайтады. Сол кезде үстіне сүтімізді құямыз және де сары майымызды құйып, сары майды алдын ала ертіп алдым. Миксермен тағы да 1 минуттай араластырамыз. Одан соң ұнымызға қопсытқышты қосып аламыз. Екеуін араластырамыз жақсылап. Содан соң електің көмегімен ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, миксермен шайқаймыз. Ұнды бірден салып жүрмеңіздер, осылай аз мөлшерден сала отырып араластырасыздар. Бір массаға келеді осындай. Біздің массамыз осылай сұйықтау болып келеді. Енді арнайы кекс пісіретін силиконды формаларға құйып шығамыз. Бұл формалар осы арнайы кекске арналады. Ешқандай астына май жағудың қажеті жоқ. Бұл жабысып қалмайды бұл формаларда. Барлығын құйып шығамыз. Осы орайда пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Міндетті түрде қызып тұрған пеште болуы керек. Және де осылай салып қойсаңыздар, бірден пісіріп аласыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің кекстарымыз дайын болды. Үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, ауызда еритін үлпілдек кекстер болып шықты. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта дәл осындай өте оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.